эми элге таанымал әдебиет пен өнер кайраткерлеринин, улуттук мүдденин көшүн алга сүйрейтин нагыз мемлекетчил тулгалардын, тасқа басылған тарихымыздың бары мен жоғын түгендеп жүрген ғалымдар мен өзге де кәсіп иелерінің бүкпесіз әңгімесі Гүлнұр Омарханқызының Шалқар шаңырағында бағдарламасында. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы, ал студиямыздың бүгінгі қонағы жазушы, әдебиетші, ғалым, дарын жастар сыйлығының лауреаты Елдос Тоқтарбай. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгін Алаш көсемі Әлихан Бөкейханның туған күні. Осы мақсатта жас ғалымдардың көзқарасын, дүние танымын тану мақсатында өзіңізді арнайы шақырдық. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғысымыз шексіз. Рахмет. Терең білімді, ұлтының тарихына құрметі шексіз. Мынау қазақ халқының азаттығы мен құқығы үшін күрескен Алаш қозғалысының жетекшісі Әлихан Бөкейханның мынау кісілік келбеті туралы аз-кем ой қозғайық. Сіз Алаш алшаңгерінің мынау сыншыл көзқарасынан нені түсіндіңіз? Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан қазақ тарихындағы орны бөлек қайталанбас тұлға ақиқатында. Бізге кешегі қазақ хандығын құрған Керей мен Жәнібек, одан кейін қазақ хандығын үдеткен Қасым хан, Абылай хан, Кенесары хан қандай болса, Әлихан дәл сондай дара тұлға. Бұл өзі ханның тұқымынан, Шыңғыс ханның 27-ші ұрпағы, шынын айтқанда. Өзі айтқан бала күніндегі сөзі. Қан баласының қазақта хақысы бар, тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын дейді. Міне, осы сөзді бұл өмірлік ұстаным ретінде алды. Бұл жерде Әлиханның саяси портреті, оның мінез психологиясы, оның табандылығы, қайраткерлік, күрескерлігі дәл осы сөздің ішінде жатыр. Басқа жерден философия іздемей-ақ, осы сөздің ішінен бір диссертация жазуға болады. Асарлы мағынасын тарқатып көріңізші. Мағынасы. Қараңызшы. Жаңа хан баласының қазақта хақысы бар деген айтып тұрған не сөз? Хан баласының қазақта хақысы деген қазақтың хақысын кетірген, қазақтың ордасын, билігін таратып алған кімдер еді? Хандар болды. Яғни кешегі қазақ хандық жүйесі Абылай ханнан кейін әлсірей бастаған тұста төре тұқымдары өзара бір-бірімен қырқшақ болды, билікке талас болды, тақ үшін жанжал болды. Сол кезде біздің сұлтандарымыз бірін-бірі бауыздауға, бірін-бірі өлтіруге дейін барды. Соның салдарынан билік ажырай түсті. Сол кезде біздің билігіміз әлсіреп, ордамыз құлап, амалсыздан біз екінші патша Аннаменен келісім жасалды. Содан кейін біз Ресейдің қол астына мемлекетке өткенбіз, достық дәрежесіндегі. Бірақ ол сақталмай, бізді 150 жылдан астамға созылған Ресейдің боданына өтіп кеттік. Міне осы хақымыздың, есеміздің кеткен жері болған. Әлихан бұны бала күнінен түсінді. Бұл Әлиханның қабырғасына батқан үлкен сауал болды. Әлихан осының түйінін шешуге, өзінің бар білім, жігерін, күшін осыған салу үшін қызмет қылды. Жаңағы айтып тұрғаны, тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын дегені, қазақтың өз қолын, өз аузына емін-еркін жеткізем дегені болатын. Бірақ қайран ер кескекті жолда жүрді, тағдыры тайғанақты болды. Бұл Алаш идеясын жүзеге асырды. Алаш автономиясын құрды. Алаш орда ұлттық үкіметін қалыптастырды. Бірақ 2 жыл 5 ай 5 күн ғана өмір сүрді. Одан артық өмір сүруге хақысы жоқ. Өйткені ол замандағы техника, қару-жарақ, әскер саны, адам саны аз болғандықтан тікелей әлеуметтік саяси жағдайлар биліктің әлсіреуіне әсер етті. Бірақ Әлихан 1921 жылы кеңес өкіметі қалай орнады, советтік биліктің орнауына қарсы шығып отырды. Өмірінің соңғы 1937 жылдың 9-шы қыркүйегіне дейін, ұсталған күніне дейін аралықта бұл бас тартпады. 27-ші қыркүйек күні қалай ату жазасына кесілді, сондағы айтқан ең соңғы сөзі: мен совет өкіметін жек көрдім, мойындамаймын, бірақ қазақты сүйемін деген сөз. Міне. Бұл өмірінің соңына дейін қазақ деп айтты. Әлиханды біз 71 жасында атып тастадық. Мысалы. Әлихан Бөкейханның көзқарасынан анау қазақ халқы бай мен надан молдалардың және мына отаршыл биліктің осы үш жақтан бірдей езгісіне түскенін байқаймыз.
иә. Сонда кешегі қазақ қоғамы туралы не айтқысы келді? Әлиханның идеясы негізгі жаңағы отаршылдыққа қарсы күрес, қазақтың жерінің тұтастығы, одан кейін мынау оқымай қараңғыда қалып кеткен қазақты алға жылжыту, яғни прогрессивті ойларды айтты. Бұл Әлиханның бір сөзі, қазақ жерінің бір түйір тасы қазақтың өңіріне түйме болып қадалып, қойының жүні қазақтың кеудесіне жиде болып тоқылу керек деді. Экономиканы айтты. Әр қазақтың қызмет қылмайды. Әлихан көшпелі өмірдің тоқтатып, отырықшылық өмірге, шаруамен айналысуға үндеді. Өйткені Әлиханның заманы, мынау 20-шы ғасырдың енді келген жылы 1900 жыл көшіп қонатын заман емес еді ендігіде. Әрине. Ендігіде бір жерде отырып табыс табу, жаңағы мал бағу, жан бағу мәселесі болған. Шаруашылықты, дәнді дақыл мәселесі, жеміс жидек өсіру. Әлихан осыны көкседі. Ал бұл идея қазір қай деңгейде жүзеге асты? Әлиханның өзінің айтқан сөзі бар. Маған қазақ мемлекетін, яғни Алашорданы басқаруға 5 жыл мүмкіндік бергенде, мен Қазақстанды Жапония қылатын едім дейді. Яғни қазақтың жер асты, жер үсті байлығын қазақтың өзіне емен еркін жеткізуге қызмет қыламын деген сөзі бұл айтып тұрған. Бірақ оған мүмкіндігі болмады. Болғанда біздің Әлиханның идеясы Жапонияның Мейдзи деген бағдарламасы болған, Мейдзи қозғалысы деген. Бұларды неге Жапоны тыңшысы, японофил деп соттады барлығын. Бұлардың Жапониямен байланысы болған жоқ. Бірақ Әлихандар сол замандағы ақш-тың, Еуропаның, Жапонияның алдыңғы қатарлы мемлекеттердің озық ойлы адамдарының еңбектерін, трактаттарын оқып өсті. Соларды практика жүзінде қазақ территориясында қолданды. Сондықтан бұлар Жапониямен жаңағыда иық тірестіретін деңгейде өмір сүруді армандады. Жапония өзі бір аралдағы мемлекет қой, ештеңесі жоқ табиғи. Бірақ ақыл ойменен қазір әлемді билеп отыр. Біздің Әлихан бабамыздың да арманы сол болатын. Пайдалы қазбаны да жарату, бірақ адамның әр қайсының ақылды, білімді болуын қалады. Бірақ ол замандағы кертартпа қоғам, Абайды кешегі сабаған қазақ Әлиханды да сабады, Әлиханға тасатты. Әлиханның артынан қосылып Құранға ерген жоқ. Егер біздің ұлтымыздың қателігі Әлихандардың артынан ергенде, Алаш идеясына толыққанды қосылғанда, біз үлкен мемлекетке айналып кетер ме едік. Өйткені кертартпалық деп тұрғаным, біздің кейбір қазақтың байлары феодалдық деңгейде бұрынғы патшалық биліктен марапат алғандар, патшалық биліктің сый-сияпатын көргендер, Петерборда патшаның қабылдауында болғандар патшалық билікті аңсады. Ал кедей-кепшіктер өмір бақи байдан таяқ жеп, байдың жаңағында езгісін көргендер, бұлар советтік билікке өтіп кетті. Өйткені большевик бұларды жаңағында еңбеккерлерді қолдаймыз деген идея тұрды. Қазақ қоғамында талас болды. Көз алдыңызға елестетіп көріңіз, мынау Қан-талапай деген ойынды. Тура Қан-талапай ойыны сияқты қазақтың тағдыры талапайға түсті. Бір жағынан келіп Ресей тартады, бір жағында мынау қазіргі Өзбекстанның құрамындағы Бұхар әмірлігі болды көзде, Түркістан болды, Тәжікстан, әр мемлекеттің жеке ұлттар ғой көзде бәрі бір шашылып жатқан. Солардың әр қайсының қызығушылығы болып бұл далаға деген. Сондай Қан-талапай жүріп жатқан кез қазақтың тағдыры жаңағы серкеш сияқты болды, лақтырылатын, көкпарға түсіп жатты. Әлихан осы қазақтың жерінің тұтастығын ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетпеуге тырысып, бір жерге ұстағысы келді. Және өзінің сөзі бар. Мен дейді, анау Алтайдан дейді, Атырауға дейін созылған, Каспийден Сарыарқаға дейінгі 6 миллион халқы бар елдің басшысымын дейді. Бұл елді сақтауым керек дейді. 1914 жылы айтып отырған сөзі бұл Әлиханның мұсылмандар съезінде. Міне осыдан көруге болды Әлиханның адал басшы, кемеңгер болған, қазақ жерінің территориясылығы үшін, халқының саулығы, халқының көбеюі үшін қызмет атқарған. Осы сөз жаңағы Әлиханның армандаған идеясының негізі. Бірақ бір өкініштісі, советтік шовинистік билік, сталинизм саясаты алаш қайраткерлерін атып қана қойған жоқ. Олардың асыл идеясын, ең озық идеясын өлтірді. Ең үлкен трагедия сол идеяның өлуі. Біз тәуелсіздік жылдарында сол идеяны әлі қайтара алмай келе жатырмыз. Өкініштісі бұл. Егер бұл идея бүгінгі биліктің, бүгінгі қазақ қоғамының
жүйесіне енсе, біз әлдеқайда бақытты, әлдеқайда мықты мемлекет болатын едік. Бүгінгі таңда осы алаш көсемі қалай зерттеліп жүр? Көңіліңізден шыға ма? Аллаға шүкір, қазір Әлихан Бөкейханның есімі бір белгілі деңгейде болса да халыққа жетті. Әлихан туралы деректі фильмдер түсірілді. Әлихан туралы көркем фильмде шықты. Тарзаман мысалға, оның серіктестері туралы. Әлихан туралы кітаптар да жазылды. Және ең үлкен жаңалығы, мына қуантарлық, Әлихан Бөкейханның 15 томдық шығармалар жинағы шықты. Бұл бұрын соңды ғылымда болмаған дүние. Одан кейін Әлиханның тұлғалық энциклопедиясы жарық көрді. Бұның барлығында біздің академик, профессор, ғалым, алаштанушылардың еңбегі зор. Соның ішінде Сұлтанхан Аққұлы Жүсіптің еңбегін айтуға болады. Бұл кісі Прагада, Чехияда 14 жыл тұрған адам. Сол Чехияда жүріп, 2007 жылға дейінгі аралықта Әлиханның 9 том шығармалар жинағын шығарған. Біздің Қазақстандағы ғалымдар архивтің тура үстінде отырып, шығармаған дүниені Прагада жүрген қазақтың баласы жинап, теріп 9 том болды. Кейін ол кісі Қазақстанға келді. Қазір мына Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің жанындағы Алаш институтының директоры. Сол жерде отырып Әлиханның 15 томға жеткізді. Әлиханның есімін белгілі бір деңгейге көтерген осы кісі. Қайраткерлігі мен жаңа ғалымдық ізденгіштігінің арқасы деп бағалауымыз керек бұны. Әлихан көптеген диссертациялық еңбектерге арқау болды. Қазір Әлиханды тек қана әдебиет, тарих, саясат тақырыбында емес, этнография, мынау жаратылыстану, қоғамдық басқа да медицина салаларында да қарастырып жатыр. Бұл қуанарлық жағдай. Ендігіде Әлиханды біз ұлттың брендін айналдыруымыз керек. Бұл брендтік тұлға. Қазақтың кім екенін көрсетеді. Мысалға түрік десең, алдымызға Мұстафа Кемал Ататүрік тұрады. Американдық ақш десең, көз алдыңа Джордж Вашингтон келеді. Сол сияқты, мынау Индияны айтсаң, Ганди деген сияқты біздің Әлихан, қазақ дегенде алдымызда Әлихан тұратындай деңгейде болуымыз керек. Ол үшін Әлиханды мемлекеттік деңгейде ұлықтауымыз керек. Қазір Қарағанды облысындағы Қарағанды қаласының мынау Октябрь дейтін ауданы бар. Әлі күнге дейін Октябрь болып кетті. Сол ауданның атын Әлиханның атына беру керек деген ұсыныс тасталғалы көп жыл болды. Өкініштісі орындалмай келе жатыр. Бірақ ол күнге де жетерміз. Бүгін тұлғаның туған күні ғой. Енді бір 5-10 жылда Құдай қаласа біз Әлиханның туған күнін ұлттық деңгейде, жалпы ұлттық сипатта тойлайтын боламыз. Өйткені қазіргі жаңа туып жатқан сәбилерге қойылатын есімнің аты Әлихан. Ер балалының Әлихан деген аты асып келеді. Бұл тұлғаның қайта қоғамға орнығуы, қайраткердің қайтадан оралуы деп түсінуіміз керек. Жас өскен Әлихандардан біз мол үміт күтеміз. Солар кешегі алаштың кегін, кешегі советтік социалистік жүйенің құрбаны болған 25 мың атылған интеллигенцияның, 103 мың қуғын сүргінге ұшыраған қайраткердің кегін қайтарып, қазақтың мәңгі бақытына жеткізетін сол Әлихандар болады. Әрине, айтқаныңыз келсін. Енді сіз архивтерді аралап, мынау тарихтың терең сырына қанығып жүрсіз ғой. Алаш көсемінің ашылмай қалған ақиқаты бар ма? Енді соншама том еңбектер шығып жатыр. Бұл көп 15 томдық шығармалар жинағы шықты. Бірақ оның ішінде де мазмұны немен толықты? Әлиханның еңбектері, аудармалары, мақалалары, құжаттары деген сияқты. Бірақ бұл десе де әлі күнге дейін толық жинақ емес. Әлихан 9 тілді білген адам. Бұл Санкт-Петербургтағы императорлық орман шаруашылық институтын бітірді. Ол жерде мамандық орман танушы. Онымен қоса экстерн экономист және заңгер мамандығын бітірген. Әлиханның 9 тіл білуі және оның еуропалық газет журналдарға мақала жазуы белгілі. Мына Әлиханның замандасы болған Башқұрт автономиясының негізін қалаған Заки Уәли Тоған деген қайраткер болған. Сол қайраткердің естеліктерінде Әлиханның шетелге шыққан мақалалар айтылған. Бірақ өкініштісі әлі күнге дейін біз ол мақалаларды таба алмай келе жатыр, әлі қолымызға түскен жоқ. Әлиханның көптеген аударма дүниелері, жазған еңбектері әлі халыққа толық жеткен жоқ, әлі архивтерден табылмай жатыр. Одан кейін Әлиханның бейне фильмі бар. Әлиханның сол замандағы жиналыстарға қатысқандағы түскен бейнероликтердегі бейнесі бар кәдімгі. Соны іздеуіміз керек. Әлиханның көптеген суреттер енді табылып жатыр. Мысалға, журналист, зерттеуші Серікбол Қасан осы айналдырған 5-6 жылдың ішінде Әлиханның 7-8 суретін тапты. Ең көп
суретке түскен қайраткер қазақта Әлихан екен. Әлиханның суреті өте көп. Бұл әлі тоқтаусыз, әлі табылады деген сөз. Әлі іздеуіміз керек. Біз архивті толыққанды қарастырып біткен жоқпыз. Көп архив әлі ашылмай тұр. Мысалы, ұлттық қауіпсіздік комитетінің архиві, ішкі істер министрлігінің архиві әлі жабық тұр. Қазақстанда айтпағанда Ресейдің көптеген архивтері әлі бізге толыққанды ашылған жоқ. Ашылған күннің өзінде ол архивтердің барлығы ақылы. Оның прескуранттарының бағасы өте қымбат. Ал қазақ ғалымдарының шетелге барып жұмыс істеп, ол архивтерді алып келуіне мемлекеттен ақша бөлініп отырған жоқ. Яғни әркім жеке өзінің қаржысымен барып тапқан таянғанымен алып келіп жүр. Бірақ оның барлығы аздық етеді. Сондықтан бұндай көптеген мәселелер бар. Бұл мәселелер шешілмейінше біз тұлғаларымызды толыққанды танып болдық деп айта алмаймыз. Дегенмен де өзіңіз жас ғалым ретінде көз жеткізген ақиқат бар ма? Мен енді Әлихан Бөкейханды жеке зерттеген адам емеспін. Өйткені менің зерттеу объектім Барлыбек Сұртанұлы болды және кейінгі кездегі алаш қайрат тұлғалары болды. Әлиханның еңбегімен мен қарастырып көргенім таза өз қолыммен. Бұл Санкт-Петербургтағы орталық мемлекеттік тарих архивінде Әлихан Бөкейханның оқуға түскендегі құжаттары бар және сол жерде жазған шығармасы бар, оқуға түскен. Ол шығармасы әлі айналымға түскен жоқ. Ол менің қолымда бар. Болашақта бұл шығармасын қазіргі графикаға түсіріп аударып зерттеймін деген ойым бар. Одан кейін мен өзім Әлиханның ұрпақтары туралы, ұрпақтардың тағдыры туралы жазғым келіп жүр. Өйткені Әлиханның қызы Зейнеп, орыстар Елизавета деп атаған Елизавета Әлихан қызы Садвакасова деген, ол Смағұл Садуақасовтың әйелі болған. Әлиханның қызы медицина ғылымының доктор профессор болған. Бұл кісінің тағдыры өте ауыр. Бірінші жолдасынан айырылды, екінші әкесінен айырылды, үшінші Ескендер деген ұлынан айырылды. Соғыс кезінде соғысқа барды. Сол жерде жүріп бұл докторлық диссертация қорғады. Докторлық диссертациясы бекітілмеді. Бірақ оның ашқан жаңалығы мынау түсік тастау, аборттың проблема екенін, аборттың қиын проблема екенін, және демографияға кері әсер тигізетін ол сол совет заманында 1937 жылдары айтып тастаған болатұғын. Ал біз бұл ақиқатты осы кейінгі кезде ғана біліп отырмыз. Ол 1903 жыл туған. Біз Әлиханның қызын тануымыз керек. Оның медициналық еңбектерін қазақ медицина ғылымының бүгінгі ахуалына енгізуіміз керек. Сонда біз толыққанды танимыз. Сондай Әлиханның отбасы, ұрпақтары туралы болашақта жазам деген ойым бар. Бәрекелді. Ал мынау алаш көсемі Әлихан Бөкейхан ғылымға қалай келді? Ол кісінің мынау ағартушылық жолдағы күрескерлігі туралы қандай ой түйдіңіз? 1925-1927 жылдар аралығында ол кісі мынау Ленинград мемлекеттік университетінде профессор болған екен. Әлиханның ғылымға келуі, Әлихан қазіргі жүйемен айтсақ, мынау мектеп, одан кейін колледж, одан кейін институтты бітірген адам ғой, сатылап өскен адам. Бұл Қарқаралыдағы бірінші ауыл молдасын таныды, одан кейін 2 класстық білім алды, одан кейін 7 класстық интернатта оқыды, одан кейін барып Омбыдағы училищені оқыды, техникалық. Ол жерден шыққаннан кейін барып Петербургтағы императорлық университетке түсті. Сол жерде жүріп бұл ғылыммен айналысты. Әлихан экспедицияға шыққан адам. Бұл қазақ даласының көптеген жерлерінде экспедиция жүргізген ғалым. Және ол қазақтар деген үлкен монография жазған. Қазақтардың этнографиясы, этнологиясы, қазақтардың дәстүрі, мінез, құлқы, психологиясы туралы ең алғаш зерттеу жазған Әлихан Бөкейхан. Одан кейін Әлихан мынау 20 ғасырдың басындағы атақты Броккауз мен кімнің энциклопедия шығарды ғой, сол энциклопедияға атсалысқан, энциклопедия жазған авторлардың бірі. Бұл профессор Чербаның экспедицияның құрамында болған, Шевцовтың экспедиция құрамында болған. Сондай көптеген экспедициялық жұмыстармен жүріп, экспедициясының арқасында бұл қазақтың жерінің топырағының жер асты, жер үсті байлығының деңгейін, оның қай уақытқа жететін нақ анықтап мысалмен жазып көрсеткен статист ғалым. Өйткені бұл мамандығы өзі бірінші орман шаруашылығы, екінші экономист, одан кейін заңгерді бітірген. Соның барлығы Әлиханның ғалымдық көзқарасын дамытты. Әлихан тек қана ғалым емес, Әлихан сұңғылы аудармашы.
Әлиханның көптеген еңбектері бар аударған. Бұл ғылыми еңбектерді аударды, физиканы аударды, жаратылыстану бағытындағы еңбектерді аударды. Одан кейін көркем әдебиетті аударды. Мысалға, біз қазір тамсанып жүрген классик жазушы Лев Толстойдың Қажымұрат романын аударған Әлихан. Одан кейін ол Эзоптың шығармаларын аударған. Орыстың біраз жазушыларының шығармаларын қазақ тілінде сөйлеткен, және ол сөйлеткенде еркін аударма үлгісінде көрсетті. Әлиханның аудармаға қосқан жаңалық өте көп. Бұны біздің Ұлттық ғылым академиясының мүше корреспонденті, филология ғылымдарының докторы, профессор, тілші ғалым Шерубай Құрманбайұлы Әлихан Бөкейханның аудармасы деген монография жазып, сол еңбегінде нақты мысалдармен көрсеткен. Бұл Әлиханның бір қыры. Әлиханның саяси лидерлік қыры бөлек, оның ғалымдық қыры бөлек. Әлихан энциклопедиялық жан-жақты білім иесі, шын айтқанда. Елдос мырза, бізде шағын ғана жарнама бар екен, одан кейін әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Шалқар радиосында жарнама. Буындарыңыз үнемі ауырып, аяқ-қол мен бел омыртқаңыз қақсайды ма? Сол себептен түн ұйқыңыз бұзылып, қимыл қозғалысыңыз ауырлап жүр ме? Буындардың үнемі сырқырауынан жүріп тұрысыңыз күннен күнге қиындай беретінін білесіз бе? Назарларыңызға буындарға арналған Эколам жақпа майын ұсынамыз. Эколам жақпа майы буындарыңызға 3 жақты әсер етеді. Құрамында Алтай маралының пантасы, яғни мүйізінің сығындысы, гидролизат коллагені, теңіз балдырларынан жасалған теңдесі жақпа май. Буындарыңызды 50-ден астам макро-микро элементтермен қамтамасыз етеді. Сапасына 100% кепілдік береміз. Буындарыңызды бүгіннен бастап қалыпқа келтірумен айналысыңыз. Себебі буын ауруы ешқашан өздігінен жазылмайды. Байланыс нөмірі 8707-388-0808, 8707-388-0808. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Шалқар радиосының жарнама қызметі Нұр-Сұлтан қаласында 75-72-99, Алматы қаласында 261-35-55. Құрметті радио тыңдаушы қауым, біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Сіздер Шалқар шаңырағында бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бүгінгі тақырып Әлихан Бөкейханның туған күніне орай ойысып отыр. Ал студиямыздың қонағы жазушы, әдебиетші, ғалым Елдос Тоқтарбай. Егер қоятын сауалдарыңыз болса, 75-72-72 байланыс нөміріне хабарласуларыңызға болады. Нұр-Сұлтан қаласының коды 8717-2, сонымен бірге Facebook әлеуметтік желісі арқылы бағдарламамызды көріп, әрі тыңдай аласыздар, және сауалдарыңыз болса әлеуметтік желі арқылы жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Елдос мырза, енді мынау Әлихан Бөкейхан масондық ұйымға мүше болған деп айтады. Жалпы масондар туралы жақсы пікір қалыптаспаған. Әлемдік үкімет құру арқылы дүниежүзілік билік жүргізуді мақсат етеді деген пікір бар. Енді осы масондық ұйымына Әлихан атаның мүше болуындағы себеп не? Масондар оған не берді деген сұрақ туындайды, және бүгінгі ұрпаққа келер болсақ, мынау масондық және Әлихан деген тақырыпты қалай түсіндіріп беруге болады? Бұл жасқанатын нәрсе емес, ақиқат. Әлихан Бөкейхан масондық ложаның мүшесі болған, жай ғана мүшесі болған жоқ, соның орталық тұлғасы болған, беделді. Әлиханның мынау қарқаралы петициясын жазды ғой 1905 жылдың шілдесінде. Содан кейін алаш қайраткерлерінің артынан қуғын сүргіндер жүрді. Ахмет Байтұрсынның тілімен айтқанда, қош сау бол қарқаралы жуылмаған, айдай бір қалса дамын қуылмаған деді. Сөйтіп Ахметті, Әлиханды, Жақып Ақбаевтарды, басқа да қайраткерлерді бірінің артынан бірін қуды. Сол қуғын кезінде Әлихан Семей қаласынан Қазақ даласында тұру құқығынан айырылды. Яғни жер аудару мәселесі, депортация. Сол кезде Әлихан Самара қаласын таңдады. Ахмет пен Міржақып Орынбор қаласын таңдады. Самара менен Орынбордың арасы жақын болды өйткені. Сөйтіп бұлар ішкі Қазақстанның территориясынан тысқарыға қарай қуылды. Сол жақта жүріп алаш идеясын жаңғыртты. Әлиханның 1909 жылдан 1917 жылға дейінгі аралықтағы өмірі, саналы ғұмыры 10 жылға жуық кезең осы Самара қаласында өтті.
Әлихан ғұмырнамасының Самара кезеңі түбегейлі зерттеуді қажет етеді. Бұл жерде Әлихан Самарада жүріп, Ресейдің мынау қолында билігі бар, білімді, мықты, алдыңғы қатарлы интеллигенциясымен қарым-қатынаста болды. Осы жерде жүріп Әлихан жаңағы Ершов деген, Алабин деген азаматтармен араласты орыстардың. Сонда жүріп бұл жергілікті биліктің, жергілікті мынау авторитет тұлғаларменен қарым-қатынаста болды. Соның арқасында Әлиханның мынау тұлғалық қасиеті артты, және Әлиханның авторитеті де, даңқы да, аты да шықты. Мықты тұлға ретінде. Бір қызық айтайын. Әлиханның масондық ложаға қабылдаған адамдар бар. Сонда масондық ложаға Александр Керенскийді қабылдаған. Ал Керенский деген 1917 жылы мынау ақпан революциясынан кейін билік басына келген уақытша үкіметтің төрағасы болған адам. Үлкен қайраткер ол да, Ресейдің. Керенский біздің Мұстафа Шоқаймен бірге Ташкентте гимназияны бітірген ер балалар. Түбі ішкі Ресейдегі, бірақ ата бабасының жаңағындай жұмыс істеуіменен Ташкентте оқып жетілген азамат қой. Сол Керенскийдің өзін масондық ложаға қабылдаған азамат Әлихан. Осыдан ақ Әлиханның қандай деңгейдегі тұлға болғанын көруге болады, яғни оның авторитетін. Сол жерде бұл Керенскиймен қарым-қатынасы мықты болғаннан кейін, мына уақытша билік тұсында Әлихан Торғай облысының комиссары болып тағайындалған болатұғын. Уақытша үкімет Әлиханның жұмыс істеуіне мүмкіндік берді. Бірақ мынау Ленин бастаған, Троцкий бастаған большевиктер уақытша үкіметті құлатып, советтік билікті орнатып жіберді. Егер бұлар орнатпағанда, Әлихандар Алаш үкіметін әлді қайда деңгейде құрып, көтеріп, мықты өмір сүріп кетер ме еді деген бір ой бар. Ал жаңағы Самарада әлі күнге дейін Әлихан Бөкейхан тұрған үй бар. Әлихан Самарада 10 жыл Дон земельный банкта, Дон банкінде қызмет атқарған, яғни экономист ретінде. Сол жерде жүріп, ол сол жердің княздарымен, сол жердің ақсүйектерімен, генералдарымен, губернаторлармен жақсы араласқан. Біз жаңа айттым ғой сөздің басында, Әлиханның ғұмырнамасының Самара кезеңін зерттеуіміз керек деп. Қазір Самарада Алабин атындағы өлкетану музейі бар. Сол музейдің бір залында көп қайраткердің түскен суреті бар. Сол суреттің қақ ортасында Әлихан Бөкейханның суреті тұр. Ол жерде Керенский да тұр, Ильчов та тұр, Ершов бар, жаңағы Алабиндар, тағы басқа орыстың мықты азаматтары тұр. Міне, бұл Әлиханның масондық ложадағы қызмет. Әлихан неге масондық ложаға кірді? Ол шетелден ақша алып, мына халқын, жерін дамыту үшін кірді. Мүжілген мынау отарлық биліктің әбден шырмауында тапталып кеткен халқының рухын көтеру үшін кірді. Оның барлығы не істесе де Алаш үшін, не істесе де қазақ үшін кірді. Сондықтан масондық ложаға Әлихан кірді екен деп, біз Әлиханды күстен алуға, оның тұлғасын кемсітуге болмайды. Ол кірсе біздің халықтың миссиясы үшін, біздің халықтың болашағы үшін кірді. Және ол ложадан ол халқын сатқан жоқ, опасыздық жасаған жоқ. Керісінше оны тиімді пайдалана білді. Керек нәрсесін алды өзіне, былай айтқанда. Әлиханның кадет партиясында болғаны бар. Әлиханның өзінің мақаласы бар, мен кадет партиясына неге шықтым деген. Егер осының барлығы тыңдарманға қажет болатын болса, Әлиханның көп томдықтарынан іздеп табуға болады. Сонда Әлиханның тұлғалық қырымен анық танысады. Ал енді осы Әлиханның жаңағы ауыл шаруашылығын дамытуға қатысты идеясына жаңа керемет мысал айттыңыз, е? Бізде соны ғалымдар, сол саланың ғалымдары қалай өндіріске айландырады деген де сұрақ туындайды екен. Өйткені дәл сол салада мәселе көп қой. Енді осы жерде тағы да жаңағы ұлттың брендін айналу керек дедіңіз ғой, Әлихан, е? Мына оқыту жүйесінде жас ұрпақтың санасына мына беру тәсілі туралы бір ойланып көрдіңіз бе? Таныту мақсаты. Бірінші жаңағы топыраққа мына ауыл шаруашылығы ғылымына, ауыл шаруашылығы саласына Әлиханның еңбектерін кіргізу мәселесі туралы айтайын. Біз мысалы кілең ақын жазушы, мына филолог, гуманитар, тарихшылар бірігіп алып, қазақ тілінде сөйлейік, қазақ тілі керек деп шу көтереміз, мәселе көтереміз, е? Айтамыз, бірақ одан өнімді емес. Неге? Өйткені қазақ тілі керек деп физиктер, химиктер, математиктер, медицина, заң, құқық саласының мамандары шықса,
онда қазақ тілі қоғамдық деңгейде керек екенін сезіледі. Сол сияқты бұл жерде ауыл шаруашылығы маманы бізге бұрынғы зиялылардың ой пікірлері керек деп шығу керек. Әйтпесе біз әдебиетшіміз, тарихшымыз, иә? Біз ол еңбектерді оқимыз, бірақ оның практика қалай жүзеге асыруын білмейміз. Өйткені осы саланың маманы емеспіз. Сол сияқты бізге Әлиханды тануға бүкіл қазақ атсалысса, әркім өз икеміне қарай Әлихан, әркім өз Әлиханын табатын болса, өз алашын, өз алаш тұлғасын тапса, біз бақытты болатын едік. Әрине. Ал енді оқыту жүйесіне келетін болсақ, Әлихан Бөкейханның тұлғасы, оның өмір жолы, саяси қайраткерлік қыры 10-11 сыныптың Қазақстан тарихы оқу кітабына және мынау құқық негіздері, адам және қоғам деген оқулықтарға кірген. Бірақ бұл бір ғана параграф, аз жазылды. Түптің түбінде ол жеке кіру керек. Кең көлемде жазылу керек. Әлиханды біз тек қана ғалым қайраткер ретінде ғана оқып отырмыз. Ал Әлиханды біз мемлекеттік негізін қалған теоретик ғалым ретінде, алаш идеологиясының негізін салған, оның теориялық жүйесін қалыптастырған ізашар буынның басы ретінде танып білмедік. Әлиханның депутат екенін, Әлиханның премьер-министр болғанын әлі көп біле бермейміз. Оны оқушылар түсінбейді. Сондықтан кіргізуіміз керек. Түптің түбінде осы 5 наурызды біз алаштың күні деп тануымыз керек. Әлиханның күні деп. Әлиханның 150 жылдығы жетім қыздың тойында өтті негізінде. Бірақ 200 жылдығы, алда келатқан 175 жылдығы бар. Бұлардың барлығы кең көлемде өтеді деген сенімдеміз. Ал енді берілген уақыт аяқталып қалған екен, жас ұрпақтың ойында жүретін бір ауыз сөзіңіз қандай? Жас ұрпаққа айтатын сөз, ол Әлихан Бөкейхан атамыздың сөзі. Мен өз Әлиханды әке деп айтам. Сол Әлихан әкемнің бір сөзі жастардың мәңгілік санасында жүрсін деп ойлаймын. Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден. Әр қашанда ұлттық рухымызды оятайық, мінезді болайық, жігерлі болайық, өзімізді жігерлендіріп, есеміз кеткен жерлерде қайтарып, тарихымызды біліп, 21 ғасырға лайықты, жан-жақты дамыған, прогрессивті, бәсекеге қабілетті, елін сүйер, мемлекетшіл, ұлтшыл азамат болайық. Ұлтжанды болмайық, ұлтшыл болайық. Рахмет сізге. Еңбегіңіз жемісті болсын. Әлихан атаның рухы қолдап жүрсін. Құрметті радио тыңдаушы қауым, студиямыздың қонағы болған жазушы, әдебиетші, ғалым, дарын жастар сыйлығының лауреаты, алаштанушы Елдос Тоқтарбай алы сұхбаты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы. Аман болыңыздар. Шалқар радиосы.